мысал ретінде қарайтын болсақ, енді сан мәнісілерді аламыз варианты сызбатында. Міне бізге көлемі 20-ға тең болған төмендегі таланба берілген. Bu yerda 20 сан бар, міне 5,5, 3, 3, 8 араласып тұрыпты. Bu yerде өсу кемею тәртібі берілмеген. Сол таланбаның эмпирикалық бөлістіру функциясын табың. Қандай табамыз? Демек, жаңа айтқанда бірінші адымда вариациялық қатар түземіз. Яғни бұларды тәртіптеп жазып шығып аламыз. Мына жерде ең кішкентайынан ең үлкеніне шейін. Ең кішкентайым 3 екен, ең үлкені 8. Мәселен, міне соны 3-тен мына жерде демек қараң, 1, 2, 3, 4, 5 бар екен. Мына ішінде 3-тен 5 санасы бар да. Одан кейін 4,5 одан үлкені, 4,5-нан 3 санасы бар. Одан кейін 5,5-нан мына жерде 5 санасы бар. Һәм тағы басқа сондай көрсе, SBS егер қайталанған болса, демек қасына жазып кете береміз. Мәселен, 5 мәрте қайталанған болса, 5 мәрте қайта-қайта жазамыз. Демек, 20 санды қайтадан жазып аламыз сол көріністе. Сол вариациялық қатар пайда болды. Енді таланбаның вариациялық қатары мына көріністе болуы мүмкін да. Демек, өсуші тәртіпте жаястап шықсақ. Кейін жиіліктерін анықтаймыз. Көрініп тұрғандай, бұл неше мәрте қайталанғаны. Мәселен, 3 санының бұл жерде 5 мәрте қайталанды. Бұл сол 3 деген вариантаның жиілігі есептелінеді. Ол n1 деп белгілесек, міне ол 5-ке тең. Кейін демек 4,5 3 мәрте қайталанды, ол n2-де 3-ке тең, һәм тағы басқа. Демек, енді жиіліктерін тауып алдық. Қаммесін жиіліктерін демек жиіліктерді таланба көлеміне бөліп шығамыз. Мәселен, бірінші 3 деген вариантаның жиілігі 5 берді, сол 5-ті жағымы неше варианта бар? Не бар? Таланба бар. Сол 20 болса 5 20-ға бөлеміз. Екінші вариантта неше еді? 4,5-нан 3 бар ма еді? Сол 3-ті бөлеміз 20-ға. Мен солар салыстырмалы жиілік деп аталады. Жиілікті, демек общий көлемге бөлеміз, сол салыстырмалы жиілік болады. Hər демек жиілікті сондай бөліп шығамыз, сонда төмендегі не кеп шығады. Демек, соларды жайғастырып шығамыз. Демек, 3 деген варианттағы салыстырмалы жиілігі 0,25, 4,5-тікі 0,15, 5,5-тікі 0,25, һәм тағы басқа міне көріп шықтық. Егер дұрыс істеген болсақ, әмелерді, яғни дұрыс санаған болсақ, вариациялық қатар дұрыс түзіп санаған болсақ, онда демек екінші қатардағы салыстырмалы жиіліктер қосындысы бірге тең болу керек. Тексеріп көресіздер өздеріңізді, демек сол ажыраспаңыз болмаса 0,25-ке 0,15-ті қоссаңыз, 0,40, 0,40-қа 0,25-ті қоссаңыз неше болады? 0,65, 0,65-ке 0,15 қоссаңыз 0,8, 0,8-ге 0,1-ді қоссаңыз 0,9, 0,9-ды 1-ді қоссаңыз 1 болады. Так, демек енді сол статистикалық бөлістіруін біз пайдаланып не істейміз? Міне эмпирикалық бөлістіру функциясын құрамыз. Бұнда демек 0 деп аламыз. Міне ең кіші вариантадан шекем мәнісі демек 3-ке шекем 0 болып келеді. Одан кейін дәслепке 0,25-ті қоямыз. Ол 3 пенен 4-нің арасында қараң, еді 3 тиісілі болды, мына жерде тиісілі емес. Одан кейін дәслепке 2-ін қосамыз, мына 2-ін. Уақытта демек 2-ін қосындысы 0,4 болады. Ол 4,5 менен 5,5-нің арасында. Одан кейін дәслепке 3-ін қосамыз, сол кезде 0,25, 0,15, 0,25 қоссақ, бұл 0,65 болады. Кейінгі аралық, демек 5,5-нан 6-ға шекем. Одан кейін дәслепке 4-ін қосамыз, міне. Дәслепке 4-ін қоссақ, демек 0,25, 0,15, 0,25, 0,15 қоссақ, 0,8 шығады. 0,8 кейінгі аралықта. Одан кейін 0,1-ді қоссақ, 0,9 кейінгі аралық. Бәрін қосқанымызда 1 деген аралық болады. X үлкен 8 болғанда деп сондай керекті аралықтарға бөліп аламыз. Демек, сондай эмпирикалық бөлістіру функциясына ие боламыз. Міне, но белгіленуі, мына индекске 20 деп қойыз. Мәселен, 20 таланба болса, 50 таланба болса, 50, 1000 таланба болса, 1000 деп қойсақ болады. Демек, неше таланбадан құралғанын білсек болады бұл арқылы. Енді бұл функцияның графигі қандай болады? Бұл функция
tekşe görünüşünde grafik ие. Міне мәселен, міне қарап отырсаңыз, міне 0 болады, қашан x 3-тен кішкентай болғанда. Міне x мына көшер, f дегеніміз мына көшер, мына функция мәнісілері. 3-тен кіші болған кезде, демек 0 болып келеді, меншік экстен де 2 келеді. Сөйтіп 3 пен 4,5 арасында міне мына кесіндіге тең болады. Міне 0,25 деген биіктіктегі кесінді. 3 пен 4,5 арасы. Міне 3 пен 4,5 деген мынау. Һәм функция мәнісі 0,25. Одан кейін 4,5-нан 5,5-ға шекем. 4,5-нан 5,5-ға шекем. 0,4 болады міне. Одан кейін 5,5-нан 6-ға шекем. Міне 0,65 міне. 0,65 деген туысында кесінді. Тағы басқа сондай кесінді болып давам етіп барады, бірге шекем. Демек, бұл жердегі мына стрелканың ұшлары мәселен тиесілі емес та, соны аңлатады. Мәселен, мынадегі 3-тен 4,5-ға шекем кесінді қарасаңыз, 3 тарапы төмен тиесілі емес. 3-тің конкретті өзі төменде жатып та, өзі міне тиесілі емес. Бірақ 4,5 тиесілі. Соның үшін не сөйлегі мәнісі тиесілі. Яғни мына жерде пустой тұрады да, кесіндің ұшы да үзіліске ие болады. Әмесінде сондай болады, ұш бетінде. Міне сондай текше көрінісінде функция айтамыз, белгілік қойсыр функциясы деп. Бұл демек n жүдә үлкен болғанда, 10 мың мәселен 20 болған уақытта, мына текшелердің арасы жүдә кішірейеді, һәм мына кесінділерім азайып, мыналар бірігіп бір қандай мындай үзіксіз мындай функцияға айланып кетеді да. Бұл енді әзір 10-20 таланбада көрінбейді өзі, бірақ үлкен салаларда болған кезде солар бірігіп хақиқи сол өсір функциясына жақындағанын көреміз. Біз бұның несін көріп жатырмыз, ол ұлыма жағдайда құру теориясын көріп жатырмыз.